Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Әнші Кентал 91 тобының жанкүйерлеріне дәмелі. Ол 91 тобының фанаттарын өзімен бірге болғанын қалайтын сыңайлы. Бұл туралы әнші Эми 2017 шарасы кезінде Музон арнасына берген сұхбатында айтты. Әзіл-шыны аралас әңгімеден Кенталдың Иглздан қолдау күтетіні көрінетіндей. Мен негізі жаман енді шок дейді ғой. Жаман шокта болдым, сосын қобылжып шықтым сахнаға. Сосын не айтарымды білмедім. Бірден ойлап тапқаным мендер Иглздарға алғысымды білдіріп, ол енді жай ғана ойын күлкі витамин дейді. Кентал айтып отырған Иглз 91 тобының жанкүйерлерінің атауы. Кейде кей әншілер 91 тобын тыңдамаймыз, қолдамаймыз деп қарсы шығып жататындары бар. Ал Кентал болса тіпті жанкүйерлері туралы да біледі екен. Жалпы өзіңіз Иглздың кім екенін білесіз ба? Әрине білем, мен Иглз қыздарын жақсы көрем. Дегенмен, әр әншінің өз тыңдарманы, өз жанкүйері бар. Бір сахнаны ортақтасып жүрген өнер иелеріне шығармашылық табыстар тілейміз.